Жүніс Сахиев айдағы жасырын бақ. Көп кешікпей кемеміз ай бетімен жанасты. Біраз жылжып барып ғарыш айлағының алдына тоқтады. Сыртта бізді арнайы көлік күтіп тұр екен. Соған мініп ғалымдар үйіне жеттік. Көкем, Сартай және мен үшеуміз бір пәтерге орналастық. Сол бір сәт екеуміз үшін әлі қорқынышты. Өзіміз жатқан бөлменің үлкен терезесі сыртындағы ай термометрі 200 градус суықты көрсетті де тұрды. Сартай екеуміз көпке дейін көз іле алмадық. Жердегі қараңғылық жай екен. Ай аспанындағы жұлдыздар да жымыңдайды. Айналаның бәрі бейне бір күл шаңының астында қалғандай көңіл құлазытады. Тіршіліктің нағыз көрмесі де сондай екен. Пәтердегі жылу жүйесі сөнсе, әп-сәтте мұз болып қатып қаламыз-ау деп те қорықтық. Айдағы таңның атуы, күннің көтерілуі де ұзаққа созылды. Күн өзіміз жерде жүріп қарағанда батыс жағы дейтін оң жақ шетінен дағдарыс теңізі жақтан шығады екен. Айда ол шығыс. Ондағы жарты күн жердегі 2 аптаға тең. Оны бәріміз де білеміз. Біз жерден өлара қарсаңында аттанғанбыз. Өлара кезінде ай мен күн жердің арасында болады ғой. Сөйтіп, ол күнмен қабат шығып бірге батады. Ал бірер күннен соң ай күннің сол жағына өтіп жердің батыс жағына қияқтанып көрінеді. Біз оны жаңа айтуды дейміз. Ал сол кезде айда шын мәнінде таң атып күн шығады екен. Сартай екеуміз қазақ халқының оны ежелден ақ дәл білгеніне қайран қалдық. Күн сәулесі дағдарыстан теңізін жартылай жарықтандырған кезде Сартай екеумізге сыртқа шығуға рұқсат берілді. Ал көкем бастаған бірнеше ғалымдар зерттеу жұмысына баяғыда кірісіп кеткен болатын. Назарымызды ай бетін дірілдете баяғы жылжып бара жатқан зауыт бөлді. Көкемнің түсіндіруінше, олар ай топырағынан оттегі және тағы да басқа ай базасына қажетті технологиялық заттарды өндіруге арналған. Содан кейін абайлап шұңқыр ернеудегі тастарға аяғымды тіреп, қолмен де ұстап жаймен ішіне түстім. Сартай сыртта маған бір жағдай болғанда қол ұшын беруге әзір. Шұңқырдың іші әжептеуір үрілген, кең әрі тегіс еді. Мен көлеңкеге ендім. Сол-ақ екен комбинезонымның сол жеңіндегі термометрдің түтікшесіндегі қызыл түсті сынап, төмен қарай жылжи жөнелді. Денемді суық алғандай күй кешіп, сәл кібіртіктеп қалдым. Бірақ қайта шығуға намыстандым. Сөйтіп тұрғанда Сартай мені іздеді. Мерген, ей мерген деген хабар жетті. Мен жалт бұрылып жоғары қарадым. Ойыма Сартай бірдемеге ұшырады ма деген күдік келген болатын. Не болды саған, Сартай, кімді іздеп тұрсың? Әлде көзіңе бірдеңе елестеді ме деп сұрадым. Жоқ, деді Сартай еліп алғандай. Көзіме ештеңе де елестеген жоқ. Мен сені таппай тұрмын. Таппағаның қалай? Мен ешқайда кеткен жоқпын. Көлеңкеге енген бойда зым-зия болдың, деді ол толқып. Ал сенің мен көз алдымдасың. Көлеңкеден шықшы, деді Сартай дегбірсізденіп. Жарайды қазір. Мен көлеңкеден шықтым. Сартай мені жоғалтып, қайтадан тапқандай қатты қуанды. Сөйтіп екеуміз бір-бірімізді құшақтап, шұңқырдың ернеуінен шығып кеттім. Реңінің бозарғанында шыны толғаның ішінен ап-анық көрініп тұр. Енді сен түсіп көрші, дедім мен. Ол одан да жердегі сияқты жасырында ойнасақ қайтеді, деді Сартай. Қалайша, не қалайшасы бар? Сен іздеуші, мен жасырынушы боламын. Көзіңді жұмып 50-ге дейін санайсың, содан соң іздей бер. Жарайды, ойнасақ ойнайық, дедім мен. Санап болған соң көзімді ашып іздей бастадым. Жым-жырт. Бағана ғана жүрген зауыт автоматты жүйелер де алыстап кеткен. Шұңқыр үшін әрі-бері қарап Сартайды көре алмадым. Сартай, Сартай, қайдасың? Сені көріп тұрған жоқпын, дедім өзім үрейленіп. Мұнда тұрмын ғой, деді ол мәз болып. Артынша кеңк-кеңк күлгені микрофонды қырылдатып жіберді. Мен де күлдім. Бірақ сонда да сыры беймәлім табиғатқа сенбей жүрексінемін. Айда серуендейміз деп жүріп, бір-бірімізді жоғалтып алсақ деген үрейлі ой билей бастады. Әрі-берден қарап, ойын бітті, Сартай, мен жеңілдім, шыға бер, дедім. Сөйтіп Сартай шықты. Біраз уақыттан кейін айды зерттеп жүрген әкемдер де келді. Содан кейін біз тамақтанып болған соң біз әкеме айдағы болған қызық оқиғаларды айтып күлдік. Сол кезде көкем бұл күлкілі жағдай емес деп өзінің жаңағы зерттеу жұмыстарын айта бастады. Бұл жерде шаң тозаңнан пайда болғаннан кейін ғаламшарлардың тіршілікті жағдайға көшу кезеңдерде бірдей өткен. Айдың да атмосферасы болған. Бұнда да қайнап жатқан тіршілік болған, бірақ
айдың саналы тіршілік иелері атмосфераны ластаған, сөйтіп оның ыдырауына келіп соқтырған. Сол себепті де бұл жерде әртүрлі жыпырлаған қазан шұқырларға толды. Қиыр ғарыштан қаңғып келген аспан тастары ғаламшарлардың бетін әжімге толтыра берді. Сөйтіп ай өз осінен айналуын мейлінше баяулатты. Біздің ғылыми зерттеуіміз осыны дәлелдеді деді. Әкем мән-жайды Сартай екеумізге түсіндіріп болған соң өзінше ойға батып үнсіз қалды. Біз үлкен терезеден сыртқа көз тастадық. Сөйтіп тұрғанда Сартай, енді мұнда жасырынбақ ойнамайықшы деді. Жарайды, енді ойнамаймыз дедім мен де іле қостап. Жеріміздегі атмосферамыздың, гидросфера мен биосферамыздың тазалығын ойлайықшы деп біз бір-бірімізге айттық. Сонда көкем, табиғаттың болашақ тазалығы сендердің қолдарыңда деп Сартай екеуміздің сөзімізді тыңдап болып, достарыңа да дәл осыны түсіндіріп айтыңдар деп айтқан болатын.